Координаталық түзудің нүктелерінің ара қашықтығы. Координаталық түзулердің ара қашықтығы. Егер А және Б болса, онда А мен Б нүктелерінің қашықтығы өрнегіне тең болады. Енді мысал ретінде келтірейік. Бірінші мысал. 0 нүктесі, А нүктесі 3-ке тең. А нүктесі, Б нүктесі 4-ке тең. Ара қашықтығы неге тең болады? Сонда 4 минус 3 модуль бойынша. Бұл тең болады 1-ге. Не болмаса 3 минус 4. Ешқандай айырмашылық жоқ. Ішінде минус 1 модульден шықса, ол да 1-ге тең болады. Енді екінші мысалды қарастырайық. Қараңыздар. 0 нүктесі, С нүктесі 278-ге тең болады, ал Д нүктесі минус Д нүктесі минус 292-ге тең. Енді тура осы сияқты ара қашықтығын есептеп көрейік. Ең алдымен С-дан Д-ны азайтайық, тең болады. 278-ден азайтамыз минус 292-ні. Не болмаса бұл дегеніміз 278 қосу 292. Мен бірден жауабын жаза салайын, себебі маған дәптер жетпейді. Қазір екінші жағдайын келтіруге бұл дегеніміз 0. 7 470-ге тең болады. 570-ге тең болады. Енді керісінше D-дан минус С-ні азайтайық. Бұл дегеніміз D-міз минус 292 минус 278. Көріп тұрсыздар, ішінен минус 570 шығады. Минус 570 шыққанмен ол модульдің ішінен 570 деген мәнге ие болады. Енді мысалдарды қарастырайық. А нүктесі мен Б нүктесінің ара қашықтығын тап дейді. Мысал ретінде тіптен көрсетіп жүрейін. Міне 0 нүктесі, енді А нүктесі 12 болады, А нүктесі, Б нүктесі минус 2. Сонда көріп тұрсыздар, 0-ден А-ға дейін 12, 0-ден Б-ға дейін және 2 қадам бар, бірақ та минус. Барлық қадамдардың саны А минус Б тең болады. Сонда 12 минус 2 не болмаса бұл тең болады. 12 қосу 2 14-ке тең болады. Енді Б минус А. Б минус А бұл тең болады. Минус 2 минус 12 не болмаса минус 14. Модульден ол бәрібір 14 саны шығады. Ал екінші С мен Д нүктесінің ара қашықтығын өздеріңіз тауып көріңіздер. Бақылау сұрақтары. Координаталық түзудің нүктелерінің ара қашықтығының формуласы қандай?